Мен онымен қызмет барысында таныстым. Аида қос бірдей дипломы бар, жоғары лауазымға қолы жеткен білімді, айдай ажарлы ару. Оның қызметтегі жеткен жетістігі, әріптестер арасында өзін-өзі ұстауы, үлкенге ізет, кішіге құрмет білдіріп жүретін ілтипатты маған қатты ұнайтын. Жақсыдан шапағат дегендей, мен өз ісіне мығым Аидамен жақын араласуға тырыстым. Орайы келгенде оның 37 жасқа толған туған күніне арнайы құттықтап бардым. Кеш барсам керек, қонақтармен дәлізде қоштасып жатты. Екеуміз бірге отырып шай іштік. Ұзақ үнсіздікті бұзып мен, мынадай үлкен пәтерде жалғыз тұрасыз ба, деп әңгімеге тарттым. Оның жауабы әрі қысқа, әрі нұсқа болды. Заманауи техникамен жабдықталған үлкен 3 бөлмелі пәтерде сіңірісімен екеуі тұрады екен. Тағы сұрақ қойғалы жатыр едім. Ол менің сұрағымды айтқызбай-ақ ұғып, «Иә, мен тұрмысқа шықпағанымен, енді оны бір Алла біледі ғой» деп күрсініп алды. «Жігіттерді менсінбейсіз бе сонда?» деп қалдым. Ол да бар шығар, дұрысы өзіме лайық жан жолықпады. Жаным деп келген жігітке білместікпен бара салатын жастан өтіп кеттім. Көбіне жігіттер қызға лайық болуға тырысса деп ойлаймын. Сондықтан маған басында баспанасы, жоғарғы табысы бар азамат керек. Менің базар аралап шаршамауым қажет. Жігіт өзіне жар болған жұбайына жағдай жасай алмаса, онда ол несіне еркекпін деп көкірек қағады. Тіпті кей жігіттерге қарап батылдық жетіспей ме деп ойлаймын. Намыста аз байқалады. Қарапайым жігіттер маған сөз салуға батылы жетпей жүрген шығар, деп Аида жылы жымиды. Осы жерде Аиданың маған батылы жетпеген шығар деген сөзінің астарында өзінің дәулеті мен лауазымын айтып отырғанын ұқтым. Мен сонда да қайтпай, қарапайым жігітпен тең дәрежеде дидарласқан дұрыс шығар деп қойып қалдым. Ай, Бану қарағым-ай, мен бастығы жігіт қарапайым қызбен танысса, сол қыздың дәрежесіне түсіп сөйлеседі деп ойламаймын. Маған ұсыныс жасаған адам, осы қыз мені адам қылады деп ойлайтын шығар, бірақ маған мені алға сөрейтін, өзінің менен бір саты жоғары екенін дәлелдейтін жан жолықса екен деймін. Қызметте бастық болғанын қайтесіз? Жаныңызға серік табылса, сізге бастық болса болды емес пе? Мен бастық жігіт іздеп отырғаным жоқ. Алладан мені алақанына салып жүретін иманды азамат тілеп жүрмін. Адам жас кезінде үй болып кетем деп тәуекел жасауға болады. Ал 40-тың төбесі көрінген қыз осы адам болып кетер деп ойламайды ғой. 40-қа келгенше ақылы кірмеген еркекті кім жөндегісі келеді? Өмір сүру үшін қажетті қарапайым нәрсе ақша керек. Қазіргі кезде ақшасыз бір адым баса алмаймыз. Ақша таба білмеген еркек қалай отбасын асырайды? Ақша табуға ұмтылмай, жалқауланып жата берген үшін ол намыстансын. Ақша таба алмауы басты кемшілігі. Қазіргі ата-анаға түсінбеймін. Баласының жұмыс істейтін, оқу оқыған қызға үйленгенін қалайды. Бірақ ертең үйленген соң келіннің үйдің жұмысын істеп, үйде отырғанын тәуір көреді. Жұмыс жасап қалған қыз үйде отырғысы келмейді ғой. Сондықтан егер үйіне қарауыл іздеген болса, соған көнетін адам тапсын. Баланы тәрбиелегенде сен ертең отағасы боласың, бүтін бір отбасының асыраушысы боласың деп дұрыс бағыт бергені ләзім. Қиыншылыққа шыдап, алдына мақсат қойып, сол үшін еңбек етуге баулу қажет. Бала тәрбиелеу тек оны өмірге әкеліп, киімі мен тамағын тауып беру емес. Өз болашағына жауапкершілікпен қарауды үйреніп, өспеген жігітті есейгенде мен жөнге салып тәрбиелеймін деп айта алмаймын. Ер азаматтар қыздың өткені туралы білгісі кеп сұрақ қояды. Сұрағына жауап бермесең, жасырған бірдеңесі бар деп ойлайды. Дұрыс жауап берсең сенбейді, күнәмен қарайды. Отбасын құрам деген адам өткенді қазбалай бермей, болашақты жоспарланған жөн. Өткенге орала беру, қызға сенбеу, күмәнмен қарау жол болмайтын жігіттің іс-әрекеті. Қателіксіз адам бола ма? Мен идеальный деп ешкімді де айта алмаймын. Ал жұмысы бар, қызметі бар, тек ақша табуды ойлайтын еркектер қызбен жүруге уақыты жоқ. Кейбірі тіпті үйленуді екінші не үшінші орынға қояды. Ондай жігіттерде 2-3 нұсқа қызы болады. Қыдыру үшін, үйлену үшін және тағы бір көлеңкел жағы. Олардың қолжаулығы болғым келмейтіні де рас. Аидамен қоштасып, кең көшеде неше түрлі ой кезіп келемін. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген дана қазақ. Мына күйбең тірлікте тұрмыстық қажеттілікті екеу өтеуге бел байласа болмас па екен? Қыздар қауымы да тым асқақтамай бір саты төмендеуі де керек шығар.
бәлкім бойжеткен өз бұйымтайы барын айтпаса әлдеқашан тұрмысқа шыққан болар ма еді. 30-ға дейін оң жақта қызмет бабымен отырып қалған барлық қыздар осылай ойласа ше. Сан сақтан санама келген сауалдарға жауап таппай үйге де жетіппін.